Üçüncü taqырып. Себебі біз ең алғашқы кезеңде Моңғол шапқыншылығынан кейін, яғни ол жерде Алтын Орданың құрылуы, Алтын Ордадан кейін жалпы Ақ Орда мен Көк Орданың бөлінуі, соның ішінде Ақ Орда Қазақ даласында орналасқан үлкен аймақты құрағандықтан, ол жерді не деп атадық біз? Әбілқайыр хандығы деп атадық. Әбілқайыр хандығы болғанмен де ол жерде екі хандық атауымен беріледі. Біреуі Өзбек хандығы, екіншісі Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығынан ығысып шығып, бізде негізгі хандықты құрған кімдер еді? Керей мен Жәнібек хандарымыз еді. Ал енді оны біз алдыңғы сабақтарымызда өткенбіз. Керей мен Жәнібектің негізгі билігі. Ал олардан кейін Жәнібектің ұрпағы Мұрындықтың бастау алып, оны Ығыс хандығы. Одан кейін жалпы ол жердегі ығыстырып алып кеткендігін айтқанбыз. Ал сонымен қатар ол жерде елеулі тұлға ретінде қалыптастырған осы Жәнібектің ұрпағы кім еді бізде? Жәнібектің ұрпағы кім еді? Баласы. Қасым хан, айтсын дауыстап айтсындар. Қасым хан билік етті. Қасым ханның ықпалыменен біз қаяқталдық. Осы өзіміздің өмір сүріп жатқан оңтүстік өңірімізді алдық, соларды. Ол қай әулеттің несінен алдық? Шайбани әулетінен соларды ығыстыра отырып, Қасым хан өзінің несін құрды. Бұл жерде билік еткен осы хандар, өте көп хандарды білеміз. Енді бұл хандардың билік етуінің негізінде біздер алдында көтерілістерді бәрін өтіп шықтық. Енді біздің негізгі тақырыбымыз бұл жерде Қазақ хандығының ішінде саяси институттар. Ал енді бұда бізге қойылып отқан мақсат жалпы бізге қойылып отқан мақсат мынау мемлекеттің қалыптасуындағы жалпы Қазақ хандығының саяси институтының ерекшеліктерін айқындап және соған қысқаша зерттеме жасау, жалпы зерттеу жүргізу. Бұл жерде жалпы бізде саяси институт дегенде не түсінеміз? Жасын айтып өтші. Сол кездегі хандардың жүргізген саясаттар және жан-жақтағы көршілес мемлекеттермен жасаған қарым-қатынастарын айтуға болады. Және олармен жасасқан соғыстар. Бізде қандай билік жүйесі болды? Қазақ хандарының қандай билік жүйесі болды? Хандық билік болды бізде. Қазақ хандығы болғандықтан бізде хан биледі және де ол осы хандар бізде қазақ жерін көбейту жолында бізде көптеген мемлекеттер достық және де сенімділікке негізделген келісімшарттар және де жаулас мемлекеттер болды. Оларға бір-біріне жол жасау арқылы өзіне керек жерлерді аумағын көбейтіп отырды. Жалпы бізде хандық билік болған екен. Жалпы сол кезеңде басқару жүйесінде осы үш негізде басқару жүйесі орнатқан екен. Соны біз бірінші анықтап аламыз. Сосын бізде негізгі бағалау критерийін шығарып қойдым. Әр тапсырмада тағы да айтып отырамын. Бізде мынау саяси институт басқару жүйесінде, жалпы Қазақ хандығының басқару жүйесінде треугольник тип үш бұрышты болған екен. Ол үш бұрыш ненің басында? Бірінші басында хан тұрады, сосын билер, сосын халық. Неге олай анықталды? Себебі бізде хандық билік болғандықтан, хан болғанменен халық болмаса, хандық билік бола ма? Болмайды. Ал егерде халық болып бір ханға бағыну, ол ауызбіршілікке алып бара ма? Бармайды. Ол халықты ауызбіршілікке әкеп отырған біздерде кімдер еді? Билер. Осы билердің егер бірақ халық биге наразы болатын болса, ол тікелей кімге бағыналды? Айталды ол жалғыны? Наразылықтар болса ханға айталды. Енді билердің негізгі статусы деп айтамыз, абыройы. Бұлар халықтың арқасында болды. Себебі қаншалықты халықтың ауызбіршілігін ұстап отырса,
қаншалықты сол кезеңде әлеуметтік жағдай жақсарып алса би сол халықтың соншалықты анау хан алдында өзінің абыройы беделі жоғары болды. Соған байланысты ол өз алдында отырған, мысалы кеңес өтіп отыр, құрылтайлар өтіп отыр. Сол кезеңде қанша әр би өзінің атақ дәрежесіне сәйкес отырды ханның қасында. Сол арқылы бізде халықты не істеді, билеу жүрді. Дұрыс, бұның ішінде халық билеу барысында сұлтандар мен батырлардың да орны ерекше болды. Себебі батырлар ол жерде жауласу барысында өте үлкен ерлік көрсететін, және сол батырлардың қорыққандықтан, мысалы Қабанбай Бөгенбай батырлардан қорыққандар Әбілқайыр хандығының ығысуы да бар, оны біз беделді тұлға ретінде қарастырып айтамыз. Ал енді ол жерде тағы да мынау сұлтандар кімнің ұрпағы еді? Шыңғыс ханның ұрпағы, ол әр ханның ұрпақтары болып саналады. Әр хан шежіре бойынша хандық билік солай жалғасып келген еді қазақ хандығында. Енді тағы бір бұл жерде айтылатын нәрсе, мынау бізде хан сайлау барысы. Хандар бізде екіге бөлінген. Білесіз бе, хандық билік жүйесі екі бағытта жүргізілді. Мысалы айтатын болсақ, хандарды хан сайлаған уақытта неге отырғызды? Ақ киізге отырғызды. Сол көп тест сұрақтарында келеді. Ханды ақ киізге отырғызған уақытта қанша мәрте оны хан деп айқайлап көтерді? Үш рет естіді екен, хан деп айқайлап көтереді екен. Ал енді ол киіздің жан-жағын кім ұстап тұрады? Ханда сол кезеңде хандық биліктегі беделді тұлғалар. Оның ішінде батырлар да болды, оның ішінде билер де болды, оның ішінде сұлтандар да болды. Солай. Жалпы енді хандық биліктің жаңа айтып өткендей екі бағыты болады. Біреу үлкен хандар, екіншісі кіші хандар. Мысалы, үлкен хандарға айтатын болсақ, біз Тәуке ханды айта аламыз, Тәуке хан 300-дің басын қосты ма? Қосты. Тағы қандай хандар 300-дің басын қосты? Абылай хан қосты. Сосын айта беріңіздер. Жылдам. Қазақ жерінің барлық бірлігін айықтаушы деп Тәуке ханды айтамыз. Тәукені айтамыз. Сосын тағы Жәнібек пен Керейді айтамыз ба? Жәнібек пен Керейді айтамыз, Ал одан кейінгі хандық билікте отырған, жүздерді билеген хандар бар. Олар уже кіші хандар. Ол ұлы жүздің ханы, ол кіші жүздің ханы. Әрбір хандық билік ауысқан уақытта бізде қазақта дүрбелең болып отыр. Ол кезеңде хандық билікке талас, сол кезең қайта ыдырап, қайта құрылу мақсатында солай жұмыс жасады. Жалпы тақырып біз алдыңғы сабақтарда да қарастырмаған, енді бұл саяси институтты қарап отырмыз. Сондықтан да жалпы халық ол кезеңде ханның бидің рөлі туралы. Сіздер мәтінге кішкене назар аударыңыздар. Кітаптағы мәтінге қараңыздар тақырыпқа. Қазір сол тақырып негізінде мен сіздерге тапсырма беремін. Алдыңғы тақырыпты қоса қамтисыздар. Бір әдісі, сіздердің алдарыңызда мынандай парақша қойған топтың атауы жазылған. Соған орындаймыз. Топ ішінде